Жоғары сот кеңесі жанындағы сот-төрелік академиясы докторантураға оқуға құжат қабылдау басталғанын хабарлайды. Өткен жылы сот-төрелік академиясы алғаш рет аталған білім беру бағдарламасын жүзеге асыруға лицензия алып, бұл сот білім дамыту жолында маңызды жетістіктерге айналды. Бұл қадам сот-төрелігі саласында өзіндік ғылыми мектеп қалыптастыруға жағдай жасап, судьялардың кәсіби әрі ғылыми тұрғыдан дамуына қосымша мүмкіндіктер ашты деп нық сеніммен айтуға болады. Докторантура бағдарламасы екі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Ғылыми педагогикалық және бейіндік. Екі бағдарлама бойынша оқу мерзімі 3 жылды құрайды. Докторантура ғылыми, педагогикалық және кәсіби сот қызметі үшін мамандар даярлауға бағытталған және оқу қорытындысы бойынша PhD докторы немесе бейін бойынша доктор дәрежесі беріледі. Докторантура түсушілерге келесі талаптар қойылады. Бейіндік докторантураға құқық саласы бойынша магистр дәрежесін немесе бейіндік магистратура теңестірілген жоғары арнаулы заңгерлік білімнің болуы, ғылыми педагогикалық докторантураға ғылыми педагогикалық бағыт бойынша құқық саласында магистр дәрежесінің болуы, заңгерлік мамандық бойынша кемінде 5 жыл еңбек өтілі болуы. Докторантураға түсушілер шет тілі және мамандық бойынша қабылдау емтихандарын тапсырады. Докторантураға құжат қабылдау ағымдағы жылдың 29 шілдесіне дейін жүргізіледі. Бос орындар болған жағдайда құжат қабылдау қосымша түрде 20 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында жарияланатын болады. Құжаттардың тізбесі, оқуға түсушілерге қойылатын талаптар және қабылдау емтихан туралы толық ақпарат академияның ресми сайтында немесе төменде көрсетілген телефон арқылы алуға болады.